есігі жауып қойған, ішінде бүкіл халқы бар. Қазір оны жайттарды анықталып жатыр біздің. Сіздерге қарсылық көрсететіндер көп па? Мына жерде дүркіреп той болып жатыр. Біз тексере алмаймыз ба естіген? Ауырып қалған жағдайда үстемақы беру деген мәселесі бізде қарастырылған жоқ. Бірақ шын айту керек, полиция десе бізде бір фобия бар ғой. Қолда бір қандай да бір суық қару болсын, басқа да заттар болса, біз күш қолдана аламыз. Блокбекет пен санитарлық бекеттің қандай айырмашылығы бар сонда? Қазір таңда той томалақты өткізуді шегере тұруға болады. 356 заң бұзушылық жасалған екен. Тіпті қол көтерген кездерде болды полицейлерге. Күнделікті 20-дан астам құқық бұзушылықтар анықталуда. Бас кәсіпкерлерге қанша айыппұлдың көлемі? Армысыздар, құрметті Бақ Кезет ақпараттық порталының оқырмандары, көрермендері, назарларыңызда желмая жобасы